Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алдағы келе жатқан жаңа жылымызға дастарханға арналған әдемі әрі оңай жасалатын, ең бастысы құрамына ешқандай сливки, творожный сыр қосылмайтын, үйде бар қарапайым заттардан өте дәмді торт жасайтын боламыз. Алдымен бірінші тортымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші қайнатпалы кремін дайындап аламыз. Асты қалың ыдысқа сүт құямыз, оның үстіне қант саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте жүгері крахмалын және ұнды қосып, түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып, орташа отта араластыра отырып қайнатып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қою масса болғанға дейін қайнатамыз. Астын міндетті түрде күйіп кетпес үшін қозғап отыру қажет. Қайнатпалы креміміз дайын. Енді оны басқа ыдысқа құйып, сары майды, ақ шоколадты қосып араластыратын боламыз. Мен альпенгольд шоколадын пайдаландым, кез келген ақ шоколадты пайдалансаңыздар болады. Енді осы массаны жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып, бетін пищевой пленкамен жақсылап ауа кірмейтіндей етіп жауып, салқын жерге суығанша қоятын боламыз. Ал креміміз суығанға дейін тортымыздың бисквитін дайындаймыз. 4 жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз және қант салып, миксердің көмегімен жұмыртқамыз 2-3 есе ұлғайғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Егер де сіздерде бұндай планетарный миксер болмаған жағдайда, ол міндетті емес, кәдімгі қол миксермен де миксерлесеңіз болады. Мінекей жұмыртқамыз 2-3 есеге осылай ұлғайды. Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді қосып, осылай жақсылап араластырып алып, қасықпен жай-жай сала отырып миксерлейтін боламыз. Ұнды қосып араластырып болғаннан кейін сұйық майдың үстіне қайнаған 3 ас қасық суымызды қосып, массамыздың үстіне құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Барлық қосатын ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып кететін боламыз, сол жерден қарасаңыздар болады. Құрметті достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Бисквитіміздің қамыры дайын. Енді оны лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қорықпай араластыра беріңіздер, бисквитіміз басылып қалмайды. Фольгамен орап дайындап қойған 20 сантиметрлік кольцомызға құйып, алдын ала қызып тұрған 160-170 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пісу уақыты өз пештеріңізге байланысты, піскен-піспегенін зубочистканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Мінекей креміміз суып дайын болды. Енді оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Креміміз де дайын болды. Мен бисквитті алдын ала осылай пісіріп, суытып алдым. Кольцодан міндетті түрде суығаннан кейін барып шешіңіздер. Сол кезде бисквиттеріңіз басылып қалмайтын болады. Бисквиттің төбесіндегі көтеріліп тұрған шапкасын осылай кесіп аламыз. Ол бізге қажет болады. Және де осы бисквитті теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Бисквитті 3 бөлікке бөліп алып, енді арасына пропитка дайындайтын боламыз. Қайнаған суға қоюлатылған сүт қосып, араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз, содан кейін тортымызды жинауға кірісеміз. Ал енді тортымызды подложкаға жинаймыз. Әр бисквиттің үстіне пропитка құямыз, сонда тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте тортымызды жинауға кірісеміз. Барлық бисквитімізға осылай пропиткамызды құйып шығамыз. Келесі кезекте міндетті түрде түзу шықсын десеңіздер, кольцоның көмегімен жинасаңыздар, торттарыңыз өте түзу болып шығады. Сондықтан да осындай кез келген кондитерлік дүкендерде сатылатын бір кольцо сатып алып қойсаңыздар болады. Енді арасына бағана жасап дайындап қойған кремімізді құя отыра тортымызды жинайтын боламыз. Креміміз суығаннан кейін өте дәмді болып шығады. Ешқандай да творожный сырсыз, ешқандай да сливкисіз өте дәмді торт болып шығады. Сондықтан да осы тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеода көріп тұрғандай етіп жинаймыз. Алғашқы бисквитімізді, одан кейін пропитка, одан кейін крем. Мінекей ендігі кезекте келесі коржымызды қоямыз. Оны осылай жақсылап бастырамыз. Сол кезде тортымыз түзу болып шығады. Енді осы екінші коржымыздың үстінен де пропитканы құюды ұмытпаңыздар. Сол кезде өте жұмсақ болып шығады торттарыңыз. Енді осы бисквиттің үстінен тағы да келесі кремімізді құятын боламыз. Кремді жақсылап орналастырып болғаннан кейін үшінші бисквитімізді қоямыз.
Үшінші коржымызды қойып тегістеп алғаннан кейін осылай кішкене крем жағып бір тегістеп аламыз. Негізі бұл тортты 2-3 сағат холодильникке салып қойсаңыздар, кремі сіңіп әдемі болып шығады. Мен видеоға түсіріп жатқандықтан бірден дайындайтын боламын. Кальцоны шешіп алып, осылай қалған кремді кондитерский мешокқа құйып, сыртын бір тегістеп алатын боламын. Қалған кремді осылай кондитерский мешокқа құйып алдым. Енді торттың сыртына бір тегістеп жағатын боламын. Торттың сыртын тегістеп алғаннан кейін өз фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай кокосовый стружка пайдаландым. Егер де кокосовый стружка болмаса, сіздер кәдімгі вафельный крошкамен де әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Тортымыздың сыртын осылай бір тегістеп дайындап алғаннан кейін, жаңағы коржымыздың үстіндегі шапкасын осылай ұсақтап, қалған кремді жағып, Рафаэлло жасайтын боламыз. Мінекей массамыз дайын. Енді осы массамызды домалақ етіп, видеодағыдай домалақтап печеньелер жасайтын боламыз. Енді осы кішкентай печеньелерімізді кокосовый стружканың үстіне аунатып, Рафаэлло жасадық. Мінекей енді тортымызды сәндейтін боламыз. Жаңағы печеньелерімізді Рафаэлло қылып жасап, үстіне өз фантазияларыңызбен қойып шығасыздар. Осымен тортымыз дайын. Мінекей өте қарапайым заттардан жасалатын өте жұмсақ әрі дәмді тортымыз дайын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Жаңа жылдарыңызда дастархандарыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз енді екінші қарапайым тортымызды жасайтын боламыз. Бұл да сливкисіз, творожныйсыз жасалатын өте дәмді торттардың бірі. Видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Алдымен крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға сүт құямыз, қант және манный крупа қосып жақсылап араластыратын боламыз. Орташа отта қоюланғанша қайнататын боламыз. Түбіне жабысып қалмасы үшін міндетті түрде осылай қозғай отыра қайнататын боламыз. Міне крем осымен дайын. Оны басқа ыдысқа құйып, бетін ауа кірмейтіндей етіп жауып, суытып қоямыз. Енді тортымыздың корждарына кірісеміз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қант саламыз. Жақсылап миксерлейтін боламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей жұмыртқалы массамыз осындай аппақ көпіршік болады. Енді оны лопатканың көмегімен араластырып, одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Сары майды жақсылап араластырып болғаннан кейін уксусты соданың үстіне құйып, жаңағы қою массамыздың үстіне араластырып қосатын боламыз. Ендігі кезекте какао ұнтағын қосатын боламыз. Міндетті түрде ситадан өткізіп қосыңыздар. Жақсылап лопатканың көмегімен осылай араластырып алатын боламыз. Одан кейін миксердің көмегімен какаоны қосқаннан кейін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кезекте ситадан өткізген ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз.
мінекей осындай өте жұмсақ қамыр пайда болады бізде. Мөлшерден артық ұн қосудың қажеті жоқ. Енді осы қамырды видеодағыдай ұзынша етіп аламыз да 8-9 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп алғаннан кейін қолымызбен видеодағыдай домалақтап аламыз. Енді осы қамырларды пергаментке домалақтап жаятын боламыз. Қолымызбен жайсаңыздар да болады. Өте ыңғайлы қамыр болып шығады. Өздеріңізге керек формада жайып аласыздар. Мен тортымды 21 диаметр етіп жасадым. Мінекей осы қамырымызды жайып болғаннан кейін вилкамен тесіп 180 градус пеште 5 минут шамасында пісіп шығады. Осылай барлық корждарымызды жайып пісіріп алатын боламыз. Барлық корждарымыз осымен пісіп шықты. Осылай кальцоның көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп алатын боламыз. Барлық корждарымызды кесіп дайындап аламыз. Ал ендігі кезекте бағана суытып қойған кремімізді дайындауға кірісеміз. Креміміз суып дайын болды. Енді осылай ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Оның үстінен сахарный пудрамызды қосып, және де бөлме температурасындағы майды қосамыз. Одан кейін жарты лимонның соғын қосып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Лимонның шырынын міндетті түрде қосыңыздар, өте дәмді болып шығады. Мінекей енді жақсылап миксердің көмегімен барлығын араластырып алатын боламыз. Осымен креміміз дайын, енді тортымызды жинауға кірісеміз. Әдеттегідей осылай кальцоның көмегімен жинасаңыздар болады. Корждарымыз жұқа болғандықтан бұл тортқа пропитка жасаудың мүлдем қажеті жоқ. Енді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай корж крем етіп тортымызды жинауға кірісеміз. Тортымызды жинап болдық. Енді бағана жан-жағынан кесіп алған корждарымызды осындай блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, оқтаудың көмегімен ұсақтап алсаңыздар болады. Тортымызды кальцодан шешіп, жаңа ұсақтап алған корждарымызды сеуіп, жан-жағын тегістеп шығатын боламыз. Тортымыз дайын, енді тортты сәндейміз. Мен осындай жаңа жылға арналған трафареттің көмегімен әсемдеп шықтым. Трафаретті қойып болғаннан кейін, осылай қант ұнтағын сеуіп, трафаретті алғаннан кейін, осындай керемет жаңа жылға арналған торт дайын болады. Осымен жаңа жылға арналған керемет тортымыз дайын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Өте қарапайым заттардан жасалады. Дәмі өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Алда келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.